қондырып, атжалын тартып мінгенде, қиқулап шулап жүргенде, ең қызық осы ғой, қыранын ілгенде дейді. Осы құс көтеріп жүрген азаматтардың үйлерінде, жортқанда жолдан оңбасын, үйлерінің қуашы арылмасын. Біздің жақтың бүркіттері қасқыр түлкі қарамайды, бабы кесе, аюды да жарамайды. Біздің жақтың бүркіттері жаман етті жемейді, бүркіт ұстап көрмегендер айтсам оған сенбейді. Біздің жақтың бүркіттері бүйікшіп қалықтай, ертең шығам заңдардан өз көзімен көріп. Біздің жақтың бүркіттері бүйікшіп саңдайды, әппақ қардың үстінде қызыл түлкі аунайды, томағасын алда жібер, алып жібер заңғардың, ертең аяғына түлкі, ертең тірі қалмайды деп, ертең бір бақым жанатын сияқты сезініп бір тойда қыздар туралы өлең оқып жатсам, бір құдағи тұрып оқып айдан, өй, құдашан көш, құдағи деген өлең оқыш деп. Бүйтіп оқып едім. Ет жедім, шелпек жедім қасықпенен, ойнаушы едім бала кезде асықпенен. Құдағи сәл-сәл ғана сабыр етші, өзімнің құдашамнан қашып келемін. Кеудеңде қосамырау бұлқ-бұлқ етсе, ақырын алақанмен басып көрем. Өмірде бірде жақсы, бірде жаман, біреудің әйеліне қашып деген. Ат қайда, құнан қайда жүйрігім, шапқанда түйуші едім құйрығым. Аллаға тәуба деп сөйлейін, қарашы құдағидың бұйрығым. Шашыңыз түсіп тұр ғой беліңізге, аман есен қайтыңыз едіңізге. Барғанда күйеуіңнен рұқсат алшы, массаж жасап беремін, беліңізге деп шығарып жіберді. Білесіздер, мұз болады, қар жауса қан сонарында қыз болады. Ақшаның үлкендігін бәрі біледі, тиынның үлкендігі 100 болады. Атқа мініп серлік құрғанымен, көздің жауын алатын қыз болады. Қара жер аппақ болып жатқанымен, сәуірде қызыл сары гүл болады. Арайлап атқанымен аппақтаның, соғған соң бәрібір түн болады. Аспандағы ай ғана бақыт екен, жұлдыздың бәрдігімен бір болады дейді. Ағайын туысымыз аман болып қалыппен бірге болайық аға. Жүрген жоқпын жетегінде, бат алып шығып едім кетерімде, талайтау талайтасқа шығып едім өзімнің туып өскен мекенімде. Сот күйге түсіріп мақтасаң да Қазақстанға жетпейді шетелінде дейді аға. Өзіміздің ел жұртымыз, өзіміздің ел халқымыз аман болсын. Бәріңізге бақыт тілеймін. Мен бір айтсам аға айта беремін. Бесплатно жеймін аға. Бесплатно ұсына беремін аға. Дұрыс қоям, бүркіт баптаған Бағдат Мүптеке қызымен мақтанам. Торғай үшкірседі ауласына, дұшпанын кіргізбеген қақпадан. Қасымызда жүруші ед, алаяқтармен ақтабан, қақпанға түсіп қалыпты, қолдарын қыстау қап балам. Туралы оқушасы ғой аға. Өзімде жүйрік ат ұстайын. Сол кезде бір өлең шығарып едім. Жүйріктен жүйрік тоздыратын, адамды қиқу екен қоздыратын. Тұлпардың тұяғын еткен мықты, шапқан сайын тағасын тоздыратын. Жылқыда білесіздер бақ болады, адамның басында да бақ болады. Сушып жем-жемейтін шахматтың ойының өзінде де мат болады. Мынаттың атын қойдым бұйрық деп, басына жүген салдым жүйрік деп, қолына шабан тоздым қамшы бердім, ойылып қамасыншы бұйрық деп. Жануар құлақты белеңдейді, ата-бабам не деген қасиетті, қазақты жылқы тектес демеуші еді, үлкендер ақ батасын берген кезде, тұлпарларда бәйгеден демеуші еді дейді. Ертеңгі қосқылы отырған бес тұсымыз қоянға түспей неткен кезде бүйтіп едім. О жерде қожа мен сұлтанында миносын сүрген жер екен. Қараштың барып тауына заңғары ұқсын түшірдім, мәлінің терін ұрлаған қожа мен сұлтан киносын сол кезде бірақ түсіндім. Өзін-өзі тас құрды, қоянға салып қорламай, көрсетпедің бе дейді қасқырды. Көзіне тура қарасам, бүлкөк деп бірі жастырды. Заңғарым аман болсаң ау, көрсетем талай қасқырды деп. Ертең қасқырға тұрды, сал қалдырмаға енді. Осы кісілер қонақ бұл жерді мені. Көкшетауға келгенде, төбем көкке тигендей, оқ жетпестің қасында, бабаларым сол жақта садақ атып жүргендей деп, бір өлең оқып кетіп едім, осы кісілерге риза болып. Бәке, сіздердің де жолдарыңыз болмасын енді.